Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лагманның қамырын созудың бірнеше тәсілдерін көрсететін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Алда осы гуру лагманның рецебін салатын боламын. Бөлме температурасында суға тұзымызды салып бір араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Лагманның қамыры жақсы шығуы үшін жоғары сортты бидай ұнын алған дұрыс, және де қамырдың иі жақсылап қануы керек. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай ішінде іртік қалмауы керек. Егер де термомикс комбайндарыңыз болса, тіптен жақсы. Және де осы қамырымызды жақсылап иін қандырғанша илейтін боламыз. 10-15 минуттай илейтін боламыз, себебі бізде жақсылап иі қануы керек. Және ескере кететін жайт, лагманның қамыры жұмсақ болмауы тиіс, қатты болуы керек, және осындай иі қанған өте әдемі қамыр шығуы тиіс. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, бөлмеде 30 минуттай ұстаймыз, немесе тоңазытқышқа бірнеше сағаттарға да салып қоюға болады. Одан кейін осылай оқтаумен қатты жұқа етпей, видеода көрсетілген қалыңдықта жаятын боламыз. Мінекей осындай жарты сантиметрдей қалыңдықта болады. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп, ірілеу етіп кесетін боламыз. Кесіп алған қамырымызға өсімдік майын екі жағынан жағып шығамыз. Қатты шылқытып жағудың қажеті жоқ. Біреуін алып қаламыз да, енді қалғанын целлофанға салып сақтай тұрамыз. Барлық тілген қамырымызды осылай қатты жұқа етпей созып шығамыз. Одан кейін осы жерден майласаңыздар болады, немесе қазір ыдысымызға саламыз, сол кезде де үстінен май жағуға болады. Енді қамырымызды осылай бір ыдысқа барлығын орап жинайтын боламыз. Осылайда үстіне май жағып шығуға болады. Одан кейін бетін жауып, бір жарты сағатқа бөлмеде ұстай тұрамыз. Май жақсы сіңсе, лагманның қамыры да жақсы созылатын болады. Жарты сағаттан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп созып шығамыз. Мынау бірінші тәсілі, яғни осы тақтайдың үстінде бірден созуға болады. Одан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп, қолымызға іліп алып, қазір осы қамырымызды созу үшін столдың үстіне соғатын боламыз. Енді екінші тәсілінде шетінен тарта берсеңіздер, яғни майы жақсы сіңгенде осылай өзі созыла беретін болады. Қамыр кеуіп кетпес үшін созған қамырлардың бетін жабық ұстаған дұрыс, және де бірден 2-3-ден пісіріп алған дұрыс, әйтпесе бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Суымыз қайнап тұрған болуы керек, соның үстіне тұзымызды салып бір араластырып жібереміз де қамырларымызды саламыз. Салып алғаннан кейін бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай ажыратып араластырып жібереміз.
Бұл қамыр тоңазытқышқа да сақтауға болады. Ол үшін тек бір қайнағаннан күтесіз, алып тастайсыз. Ал егер дәл сол сәтте қажет болатын болса, онда 3-4 минуттай қатты отта қайнатып, одан кейін сүзіп алатын боламыз. Қамырымыз піскеннен кейін оны бірден салқын суға сүзіп аламыз, және де одан кейін салқын судан сүзіп алғаннан кейін өсімдік майын құйып кішкене араластырып жібереміз. Сол кезде қамырымыз мүлдем бір-біріне жабыспайтын болады. Салқын суда көп ұстаудың қажеті жоқ, 2-3 минуттай ұстасаңыздар жетеді, және осыны ыдысымызға толықтай сүзіп аламыз.